43'te 6-шы есеп. Мына берілген функциясының графигіне жүргізілген жанаманы теңдеуін жазуымыз керек. Алдымен біз жанаманы теңдеу жалпы y тең f x0 қосылған f штрих x0 болады. Сосын көбейтілген дейміз x минус x0 болады. Біз f x0 табайық. f x0 дегенімізде мына x0 апарып бірден мына x0 апарып қойсақ, онда бізде f x0 тапқан боламыз. Сонда апарып бірден қояйын, мына жерде f x0 дегеніміз 0 апарып қой деп тұрсын. 0 x0 1-ге тең, 1 апарып қой деп тұр, мына жерге. 1 апарып қоямын x орнына. Сонда бұл бізде 1 азайтылған 1, 1 қосылған 2 болады. Бұл бізде 0-ге тең. Өйткені алымы 0 болып тұр ғой. Бөлшектің бөлімінде қандай сан шықса да, ол 0-ді қандай санға бөлшекте 0 болып кетеді. Келесі f' x0. Біз енді f' x-ті табамыз. Ол бізде мына берілген функцияның туындысын табуымыз керек. Сонда мына бізде мына формуламен анықталады. Егер u бөлінген v деп келсе, осының туындысын табатын болсақ, бірінші u-дан туындыламыз, v-ны көбейтеміз. Келесі азайту деймізде u-ды көбейтіп, v-дан туындаламыз. Бөлшектің бөлімінде v квадрат болады. Біздің жағдайда u дегеніміз x минус 1, содан туындалам. Келесі көбейтемін қасына x плюс 2-ні. Енді азайту деймде x минус 1-ді көбейт жазамын. Енді керісінше x плюс 2-ден туындалам. Бөлшектің бөлімінде x плюс 2-нің квадраты болады. Мұны x минус 1. X-ның туындысы 1-ге тең, санның туындысы 0-ге тең. Сонда 1 қалды, мұн жерде 1-дің нағын көбейткеннен еш нәрсе өзгермейді. Сонда x плюс 2-нің өзі қалыпты мұн жерде. Келесі, тап солай. X-ның туындысы 1-ге тең, санның туындысы 0-ге тең. 1-ге 0 қоссақ 1 болады. Оны x минус 1-ге көбейткеннен еш нәрсе өзгермейді. Жақшаны аша берейін бірден, x минус 1-ді. Сонда алдындағы минус мынаған әсер етіп, таңбаларын өзгертеді ғой. Сонда x-тің таңбасын минус, x-ті минус қылады. Мына минус плюс болады, плюс 1 болып кетеді. Бөлшектің бөлімінде x плюс 2, соның квадраты. Мынаның таңбасы плюс, мынаның таңбасы минус жойылып кетті. Мына жерде сонда 3 бөлінген x плюс 2-нің квадраты қалды. Бізде бұл туындысы. Енді туындысындағы x орнына апарып x0-ді қояйық, сонда мынаны тапқан боламыз біз некеден. Сонда f' 1-ді қоямын жерге x орнына. Сонда 3 қосылған, бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 2, соның квадраты. Ал бұл бізде 3, мына жерде 1-ге 2-ні қосылып 3 болады, оның квадраты 9 болады. Қысқартып жіберсек 3-тен 1. Сонда мынаны таптық, ол бізде 3-тен 1-ге тең болды. Мұны бізде 0-ге тең болды. Енді жанаманың теңдеуін құраламыз. Ол бізде y тең болады. f x0 0-ді жазам. Қосылған f' x0 ол 3-тен 1-ге тең. Келесі x минус x0 1-ді жазамыз. x0-ді өткен 1-ге тең оның жерде. x0 дегеніміз 1-ге тең. Сонда y тең болады. 0-ді жазбай қояйын. 3-тен 1-ге x-ті өтсем 3-тен 1 x болады. 3-тен 1-ге минус 1-ді өтсем минус 3-тен 1 болады екен. Сонда бізде берілген функцияға жүргізілген жанаманың теңдеуі осы түрде жазылады екен. Келесі екінші есебі. Бізде жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Ол бізде y тең f x0 қосылған f' x0. Келесі көбейтілген деймізде x минус x0 деп жазуымыз керек. x0 дегеніміз бар бізде минус 1-ге тең. Ал бізге мынау жоқ. Бұны табу үшін не істейміз? Бірден мына берілген x-ні орнына апарып x0-ді қойсақ, онан тапқан боламыз. Сонда 0, x0 дегеніміз минус 1-ге тең ғой. Онда мына жерге f минус 1 деп жазамыз. Сонда мына жерге апарып x-ті орнына апарып минус 1-ді қоямын. 2 көбейтілген минус 1, азайтылған 1, 1. Бөлшектің бөлімінде минус 1, азайтылған 2. Минус 2-ге минус 1-ді көбейтемін. Минус 2, мынаумен минус 3 болады. Бөлшектің бөлімінде минус 3. Бұл бізде минус 1-ге тең. Сонда мынаны таптық қой. Ол бізде мінеке наған тең болды? Минус 1-ге тең болды. Енді біз f' x0 табуымыз керек. Ол бізде алдымен туындыны тап дейді. Туындыдағы x-ні орнына апарып x0 дейтін минус 1-ді қой деп тұр. Туындысын табайық. f' x, мына берілген функцияны туындаламыз. 2x минус 1-ден x минус 2.
осыдан туынды аламыз, е. Ол бізде мына 2x минус 1-ден туынды аламын. Сосын x минус 2-ні көбейтем. Келесі азайту деймде 2x минус 1 жазам. Енді келесі мынадан алған жоқпын ғой мен туынды. Енді осыдан туынды алам. Бөлшектің бөлімінде осының квадраты болады. x минус 2-нің квадраты жай ғана. Туынды ештеңе алмаймыз, тек қана квадраты. Әрі қарай 2x-тің туындысы, x-тің туындысы 1-ге тең, оны 2-ге көбейтем 2 болады, е. Ал санның туындысы 0-ге тең, 2 азайту 0 деп жазбай қойын, одан ештеңе өзгермейді ғой, е. Жерде, е. Келесі, сосын қасына x минус 2 деп қоямын, мынаны тіркеп қоямыз. Келесі, мына жерде 2x минус 1, мына x минус 2-нің туындысы 1-ге тең, өйткені x-ның туындысы 1-ге тең, 2-нің туындысы 0-ге тең. Сонда бізде бір азайтылған 0, 1-ді береді ғой, ештеңе шықпайды. Сондықтан 2x минус 1 жазуым керек. Бірақ жақшаны бірден ашып берейін, өйткені алды минус қой. Сонда 2x-тің алды минус болады, минус 2x болады. Сосын мына минус 2 мен минус 1, минус пен минус 1 қосылып, плюс 1-ді береді, өйткені минустар ғой бұл жерде. x минус 2. Соның квадраты тең болады. Жақшаны ашам, 2-ге x-ті көйтем 2x. 2-ге минус 2-ні өйтем минус 4. Мына жерде минус 2x плюс 1. Бөлшектің бөлімінде x минус 2. Соның квадраты. Сонда мынаның алды плюс, мынаның алды минус жойылып кетеді. Минус 4 плюс 1 минус 3-ті береді. Сосын x минус 2. Соның квадраты болды. Сонда бізде туынды мынаған тең болып тұр ғой. Осы жердегі x-ті орнына апарып, мен енді не істеймін? x-нөлді қоямын. Сонда f штрих минус 1 дейм. Минус 1-ді қойып жатырмын туындысына деген сөз. Сонда минус 3, мына жерде минус 1, минус 2, соның квадраты болады. Өйткені x орнына минус 1-ді қойдым. Сонда минус 3, мына бізде минус 3 болады, оның квадраты 9 болады. Қысқартып жіберсек, 3-тен 1. Алдында минус бар екен, бірақ минусы бар. Сонда біз мынаны таптық, мінеки. Ол бізде мынаған тең болды. Енді жанаманы теңдеуіміз аяқ. Y тең болады. fx0, ол бізде минус 1-ге тең. Минус 1 қосылған. Келесі мынаны зәме. Минус 3-тен 1 дейм. Келесі көбейтілген дейм. x минус x0. x0-ні орнына апарып минус 1-ді қойсам, мына минус 1, мына минус плюсті береді, плюс 1 болып кетеді. Сонда y тең болады минус 1. Минус 3-тен 1-ге x-ті көбейтсем, минус 3-тен 1 x болады. Минус 3-тен 1-ге мына 1 көбейтіліп, минус 3-тен 1 болады. Сонда мұн жерде y тең болады минус 3-тен 1 x. Мына екеуіне ортақ бөлім 3-тен өзі болса, минус 3. Мұн жерге 3-тен келеді. Сонда минус 3, минус 3 мұн жерде 1. Минус 1, минус 3, минус 4 берілді. Сонда алдындағы минус мінеке шығарып жібердік. Сонда бізде мына берілген жанаманың теңдеуі осыған тең болады екен. Немесе мынаны осылай жазуға да болады. Немесе y тең болады минус 3-тен 1 x минус 1,3-тен 1 деп сақталады. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Бәрі бір нәрсе ғой негізінде.